Баршаларыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Шоколадный печенье жасайтын боламыз. Орысша айтқанда трещинки деп аталады осы печенье. Үсті жарылып піседі, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майды аламыз, оның үстіне қантты салып, екеуін жақсылап вилкамен осылайынан езіп шығамыз. Одан кейін барып оның үстіне бір жұмыртқаны салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын видеода көрсеткендей етіп жасаңыз, печенье өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышты саламыз, одан кейін какаоны саламыз, яғни осының барлығын електен өткіземіз. Жаңағы майымыздың жұмыртқа қосылған массаның үстіне осы 3 сатты електен жақсылап өткізіп аламыз да, қамырды елейміз. Бастапқыда осылайынан вилкамен жақсылап маймен ұнды какаоны біріктіріп, осылайынан жасап шығамыз, барлығын біріктіріп. Одан кейін барып қолмен елесеңіздер де болады. Қамырдың барлығын жақсылап біріктіреміз. Яғни қамырымыз қолға жабыспай, жұмсақ қамыр пайда болады. Осы қамырды одан кейін бетін пищевой пленкамен немесе целлофан кигізіп қойсаңыз да болады. Бетін жақсылап жауып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қойыңыз. Қамырымыз суып, қатыңқырау керек. Қамырымызды тоңазытқыштан аламыз, бетін ашып, қамырымызды бір басып елеп аламыз да, шетінен шай қасықпен алып отырып, алақанға салып, екі алақанмен уқалап шариктар жасаймыз, домалақтып. Сосын алдын ала бір ыдысқа қант ұнтағын салып дайындап қойдым. Осыған жаңағы дайын болған шариктерді қант ұнтағына аунатып аламыз да, листімізға дізіп бастаймыз. Міне барлығын видеода көрсетілген етіп жасап шығыңыздар, өте тез жасалады, дәмді болып шығады, бастысы шоколадтың дәмі керемет шығып тұрады. Міне осылайынан барлық шариктар жасап, печеньеларымызды дізіп аламыз. Одан кейін духовкамызға салып пісіреміз, 150 градуста пісірдім, 15-20 минутта пісіп шығады. Міне біздің печеньелар пісіп шықты. Печеньені суытқаннан кейін печеньенің сырты қатты сияқты болып көрінеді, бірақ ортасы өте жұмсақ болып піседі, өте дәмді болып піседі. Жасап көріңіздер, тез жасалады, және де құрамындағы заттар қолжетімді. Өте дәмді болып шықты, маған ұнады. Ас болсын.